Әлейкум, баршаңызға қайырлы күн, достар. Біз бүгін кешкі асқа ерекше дәмді болып шығатын бауырдан котлет дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп қараңыздар. Алдымен бауырды және картоп, пияз, сәбіз, сарымсақтың барлығын мясорубкадан өткізіп аламын. Барлығын өткізіп алғаннан кейін араластырып, 3 жұмыртқа салып, кейін сүт құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Және ұнды салып, тағы бірнеше рет араластырамыз жақсылап. Кейін дәміне қарай тұз бұрыш саламыз. Тағы араластырамыз. Қызып тұрған табамызға май құйып, және де қасықпен котлеттерімізді осылай құймақ секілді құйып шығамыз. Қызарғаннан кейін келесі бетіне аударып, тағы қуырып аламыз. Котлеттерімізді осылай жіңішке қылып, мен аздан құйдым. Қалың қылып жасасаңыздар да болады, бірақ осылай қасықпен аздан құйсаңыздар жұп-жұқа болады, бірақ сондай дәмді әрі тез пісетін. Маған осылай жұқа болған бауыр котлеті ұнайды. Өз қалауларыңызша жасап көріңіздер. Барлық котлеттерді осылай пісіріп аламыз. Өте көп болып шығады, бірақ ұзақ уақыт алмайды. Тез піскендіктен өте жылдам дайын болады. Мерекелік дастархандарға суық тағам ретінде қойсаңыздар болады, немесе кешкі асқа гарнирмен бірге ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.